Ассалаумағалейкум жігіттер. Міне біздің Ерик ағамыз машинасы бензинмен де газбен де жүреді екен. Енді газға қалай салады деп жатқан жігіттер қараңыздар. Міне мынандай насадка бар. Насадка былайынан бұралады. Мына газдың несіне. Былайынан бұралады, иә? Өстіп бұрап болғаннан кейін мен оператор болсам, мен бұрап жатсам, Ерик мырза тоқтай тұр болды. Осыны бұрап алғаннан кейін тұра тұр, қазір мен таблетка салып жеген деп. Мынаны бүйтіп ашамыз. Қараңыз. Так, былайынан жырта салайын. Жыртылатын жері бар өзінің. Так, міне новый пачкасын ашып жатырмын Ерик мырза үшін. Так, мынаны ұстай тұрыңыз. Мен қазір просто жартысын ғана бөліп салып көрсете салам. Міне, мына жартысын, мына бронзовый отверстияға бүйтіп саласыздар. Қараңыз, спокойно сиіп кетті, көрдіңіздер ме? Енді мен мынаны көрсетейін сіздерге. Былайынан, мынаны пачкаға салсаңыз. Мен мынаны бүйтіп көрсетейін. Мынаның ішінде таблетка тұр ғой. Мына екі тесігін жабам, екі тесігін қолмен жабам. Енді үрлеп көрсетемін, қараңыздар. Газ өте ме екен, өтпей ме екен? Өтіп тұр ғой, иә? Болды, осымен напормен, мысалға, мына жарты таблетка 75 литр газға кетеді. 75 литр газға. 75 литрді құйып алам дегенше, мына таблетка кәдімгі қант сияқты еріп жоқ болып кетеді, достар. Зато газдың плотностын мощный көтереді, мощный. Сіздің бензиніңіз, мысалы, газыңыз подъемға шығып бара жатқанда автоматически переключение жасай кете ма бензинге? Вот переключение жасамайды, мынаны салатын болсаңыз. Переключение жасамайды. Огонға шыққанда кішкене тұншығып қалады да? Тұншықпайды, мощный жанатын болады. Так что, берекесін берсін. Жігіттер, міне газдарыңыз болатын болса, прям газға қалай салатын специально көрсетіп жатырмын сіздерге. Мына өзімнің жаңағы специально өзімнің нем, Ерик ағада жаңағыдай не бар екен газға салатын. И осындай бір видео түсіріп алайын деп Ерик ағамен. Ерик аға, сіз мені TikTok арқылы көріп келдіңіз ба? Или бір таныс арқылы ма? TikTok арқылы көріп, постоянно қызығып жүрген. Bir постоянно келіп кетемін осы жерге. Бірақ өтіп кете беремін. Жаңа келіп бара жатқанда есіме түсіп кетті. Тәкеңіз звондай іштедім де келдім. Жігіттер келмейді, алыңдар. Жақсы, келесі отзывты Ерик ағадан тағы да келесі келіп алған кезінде тағы да бір видео түсіретін болдым. Ерик аға, енді мынаны сіз қазір 11 мың теңгеге бір пачкасын алып тұрсыз ғой? Компаниядан 10 пачкасын 70 мың теңгеге алуға болады. Мынау ұнап жататын болса маған звондасаңыз, Талғат маған 10 пачкасын заказ жасап берші 70 мың теңгеге десеңіз, сонда мынандай бір пачка сізге 7 мың теңгеден келетін болады. 7 мың теңгеден, 11 мың теңгеден сата бересіз. 4 мың теңге пайда көресіз. Партнер болып кете жүргенбіз ғой? Партнер боласыз, так что. Павлишинжан келіп тұрмын, қызығып, рахмет, тәке. Жақсы. Сіздің жаңа видеоларыңызды көріп, әдемі сол. Мен міне мына машинаға да салып жүрмін, жігіттер. Чанган CS55+, 92-ші бензин құямын, осы машинаның өзі. Ерик аға, глушителін көріңізші, мынаны қараңыз, глушитель тап-таза. Видеодан көрсетесіз ғой, көріңіз. Тап-таза. Тоқташ, мен күн көрейікші. Сізді күн көрейік. Сізде газбен де бензинмен де жүреді ғой. Енді бірақ енді сіздікі 30 жылдық машина. 30 жылдық. Әне, пожалуйста. Көріңіздер. Саза. Енді Алла берсе, мына сажаның бәрін күйдіріп жоқ қылады. Құда қалыса. Жақсы, рахмет. Әке, давай. Аманшылық болсын. Давай, өшкес.